Сәлем оқушылар, бүгін сендермен кешенді қосылыстарға байланысты 5 сұрақтың барлығын толықтай контекстін талдап шығамыз. Міндетті түрде осы каналға жазылмасақ, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де таратып, яғни олардың да бізде сұрақтардың барлығын жауабын білуге себепші болыңыздар. Енді мына жерде қарап отырсаңдар, кешенді қосылыстар берілген, яғни кешенді қосылыстарды, яғни осы контекст келген кезде міндетті түрде бірінші сұраққа назар аударамыз. Мына жерде кобальттың, яғни кешенді қосылысы берілген, яғни осы кезде координациялық сан дейді. Координациялық сан мына жерден төртінші абзацтан қарап отырсаңдар, бұл бізде лигандалар санына тең. Лигандалар саны дегеніміз, яғни бұл бізде, яғни аммиак пен хлор бізде екі лигандал болып табылады, иә. Яғни мына кобальт атомы аммиактың 4 атомы мен хлордың 2 атомын екеуін есептеп байланыстырып тұр. Яғни бұл жерде лиганда саны 2 болады. Яғни аммиак, екіншісі хлор. Сондықтан біз бұл жерде 2 деген яғни д жауабын белгілейміз. Енді ары қарай келесі сұраққа өтейік. Мына текстің бәрін оқып жату қажет емес, жалпы. Мына жерде қызыл қан тұзындағы кешен түзуші элемент дейді. Қызыл қан деп отырғаны, яғни бізде ол не? Яғни калийдің гексоцианоферраты, иә. Осы кезде қызыл қан түзуші элемент деп тұр, яғни қызыл қан түзуші элемент, ол бізде темір болып табылады. Ары қарай бізде енді келесі қызыл қан тұзын алу үшін қажетті 0,15 молярлы калий цианиді ерітіндісінің көлемі. Енді мына жерден қызыл қан тұзы деген жаңағы нені реакция осы түзілу теңдеу. Осыны қайтадан жазайық, яғни темірдің 3 валентті хлоридіне не қосылған, калийдің цианаты қосылған. Яғни реакцияны жазайық, сол кезде бізде калийдің гексоцианоферраты түсірген. Және бізде калий хлориді түсті. Енді айтады, 6,58 қызыл қан тұзын алу үшін дейді. Қызыл қан тұзы деп отырғанымыз, яғни бізде мына қосылыс, осының үстіне 6,58 қояйық. Енді бізге табу керек калий цианиді ерітіндісінің көлемін. Яғни бірінші біз бұл жерден несін тауып алайық, зат мөлшерін тауып алайық. Себебі бізде концентрацияның формуласы бар, С тең N бөлінген В. Бұл жерде В белгісіз. В деп отырғанымыз, яғни сонда N-нің С-ға бөлінісі. Осы формуланы қолдану үшін біз бірінші нені тауып жатырмыз? Зат мөлшерін тауып жатырмыз. Себебі есептің шартында бізде С-ның уже несі шамасы белгілі. Бұл қаншаға тең? 0,15 молярға тең. Енді бізде Nx, сол үшін бірінші N-ді табайық. Яғни мынау бізде 6 моль. Мынау бізде есептейік калий 3, Mr-ні есептейміз. Темір CN6 дейді. Калийдікі біз 39, оны 3-ке көбейтеміз. Оған қосамыз 56, оған қосамыз 12-ні 14-ке қосып, 16-ға көбейтеміз. Жалпы барлығын қосыңдар, сендерде қанша шығады? Бізде 300 барлығын қосайық. 329-ға тең болады. Енді осы жерден x-ті табатын болсақ, бізде 6,58 6-ға көбейтіп 329-ға бөлейік. Сол кезде 0,12 мольға шығады. Енді мына жерге апарып қоямыз. Екіншісіне 0,12-ні 0,15-ке қояйық. Бұлардың барлығы да мына моль, анау литр, иә, барлығы бұл жерде литрмен алынып тұр. Сондықтан бұл жерде 0,124 мольға тең, литрге тең болады. Ал енді оны миллилитрге айналдырсақ, себебі жауап бізде миллилитрмен, ол бізде 240 миллилитрге тең болады. Яғни жауабынан іздеп қарайық бұл жерден. Яғни С жауабы 240 миллилитрге тең деген осы С жауабын қарастырамыз. Енді біз уже 24-ші сұраққа өтеміз. Енді айтады, темір хлоридін, эквивалентті хлоридін калий цианидімен әрекеттесіп, калийдің гексоцианоферратын түзеді дейді. Түзілген кешенді қосылысы молярлық масса. Давайте бұл жерде енді мына реакцияны қарастырып отыр. Бұл жерде 3 валентті емес, енді эквивалентті хлоридін ал дейді, калий цианатын қос дейді. Цианидін қос дейді, калий цианидін қосқан кезде бізде феррум CN, яғни калийдің гексоцианоферраты дейді.
Және бізде эквивалентті хлориді 2 халий хлор түзіледі. Мына жақта бізде 6 болады. Эквиваленттісі болады. Енді мына жерден есептеуді жалғастырайық. Есептің шартында бізде берілгені есептің шартында берілген мына қосылыстың несін тап деді, мрін тап деді, яғни калий 4, темір М6, яғни калийдің эксоциальный ферратын мрін табамыз. Енді қараңдар, 39 жаңағыдай 4-ке көбейтеміз. Енді 56, оған қосамыз 12, қосу 14, 16-ға көбейтеміз. И жалпы барлығын есептегенді. Мына жерден бізге 156 шығады, ал мына жерден 156 шығады. Сонда 156 плюс 56 плюс тағы 156, 13-ге тең болады, 368-ге тең болады. Бұл жерде, яғни А жауабына сәйкес келеді. Енді дальше ең соңғы 25-ші сұрақты қарастырамыз. Темірдің эквивалентті хлориді еді әрекеттесіп калийдің эксоциальный ферратын түзетеді, жаңағы түзілген кешенді қосылыстың молярлық массасы жаңағы сұрақ екен қайталап тұрған. Енді өнімнің шығымы 80% болса, толенс реактивін алу үшін аммиакты суда ерітілген күміс оксидінің массасы дейді. Енді толенс реактиві деп отырғанымыз, міне мына жерде бізде толенстің реактиві, бұл жерде айтылған неде? Яғни міне мына реакцияны айтады, толенстің реактиві деп уже текстте айтылып тұр. Давайте осы реакцияны қайтадан көшірейік. Аргентум 2O4 NH3, яғни аммиактың сумен көбейтіндісі. Бұл кезде 2 аргентум NH3 екі селеніне су молекуласы түзіледі. Енді айтып тұр, күмістің бір оксидінің массасын табу керек. Енді біз бұл жерден бірінші нені қарастырамыз, соны біліп алайық. Бізде 21,12 не белгілі? 21,12% 300 грамм ол толенс реактивінің массасы. Оның массасын тауып алайық, енді 21,12 300-ге көбейтіп 100-ге бөлейік. Сол кезде қаншаға тең болады? Ол бізде 63,6 граммға тең болады екен. 3-ге көбейтіп қысқартып жіберетін болсақ та, егер 100 бен 300-ді. Енді оны мен мына жерге 63,6 грамм қоямын. Күміс оксидінің массасы деп тұр X грамм. Амнаның нөмірін тапқан кезде бізде 108 2-ге көбейткен 216, оған 16-ны қоссақ 240-ге тең. Ал енді бізде толенс реактивінің мр қанша екен? Оны алдына 2-мен көбейтейік. Толенстің табатын болсақ бізде 106 плюс 14 плюс 3, оны көбейтеміз 2-ге. 13 сыртына 2-ге көбейтеміз дедік. Плюс оған қосамыз 17-ні. Барлығын қосқан кезде ол бізде 318-ге тең. Жазайық 318-де. Енді X-ті табайық, 63,232-ге көбейтіп 318-ге бөлеміз. Сол кезде ол 46,4. Енді мына жерде жауапта 46,4 жоқ. Себебі шығымы 80%. Сондықтан біз ары қарай 46,4, 80%. Егер шығымы беріп тұрса, біз міндетті түрде шығымды ескереміз. Сонымен 46,4-ті 100-ге көбейтіп 80-ге бөлетін болсаңдар, сендерде 58 деген жауап шығады. Яғни бұл Д жауабына сәйкес келеді. Осымен біз толықтай 25 сұрақ, яғни 5 сұрақтың барлығын қамтыдық. Егер сендерге видео пайдалы болатын болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіз. Және осы видеоның астына қандай тақырыптың және қай тақырыптың есептері қиын болып жүр, соны міндетті түрде жазып кетсек, мен алдағы уақытта оларды міндетті түрде талдайтын боламын. Және осы каналда трансляция бөлімінде, плейлисті бөлімінде және бізде шортс бөлімінде күнделікті видеолар салынып отырады. Осы видеоларды жіберіп алмаңыздар, қазіргі жинап жүрген балдарыңызды еселеңіздер, көбейтіңіздер, плюс 10 балға өсіріңіздер. Сіздерге сәттілік алдағы уақытта.